Құрметті көрермендерім, бүгін мен сіздерге өте дәмді шығатын және қыста дастарханның сәнін келтіретін осындай қияр қосылған салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Яғни менімен бірге жасасаңыздар, сіздердің салаттарыңыз мен сияқты дәмді, өте аппетитный, яғни тәбетті ашатын салат шығады. Ол үшін бізге керекті заттар осындай заттар. Барлығын описание бөліміне қалдырып кетемін. Видеом ұнаса, соңына дейін қарап, каналыма жазылып, лайк басып, подписация бөлімін басып кетіңіздер. Алдымен осылай банкаларымызды тазалап жуып, осылай мантабаркеге парлап аламыз, крышкаларында осындай ыстық суға парлап аламыз. Алдымен ыдысымызға сұйық майымызды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Қызып тұрған қазанымызға ет тартқыштан өткізілген қызанағымызды салып, жақсылап араластырып, қайнатып аламыз. Міне қыздар, біздің қызанағымыз осылай қайнайды, көбігі шығады, қорықпаңыздар. Енді осының үстіне қолмен туралған немесе сізде ет татқыштан татсаңыздар болады. Осындай ащы бұрышымызды салып, тағы да жақсылап араластырып, 15-20 минут қайнатып аламыз. Яғни біздің көбігіміз толық шығуы қажет. Бетін жауып 20 минутке қалдырамыз, жай отта. Міне қыздар, біздің салатымыз осылай күшті қайнады. Енді осыған қолдан туралған, яғни қызыл тәтті болгарскийімізді саламыз. Егер сіздер жасыл болгарский болса, араластырып салуларыңызға болады. Менде өзім қолда бар, яғни қызыл болгарскийден осындай салып шықтым. Енді жақсылап араластырып, тағы да 15-20 минутқа бетін жауып бұқтырып қоямыз. Міне қыздар, біздің салатымыз қайнап осылай бұқтырып болғаннан кейін осының үстіне, яғни туралған қиярымызды салып шығамыз. Қыздар, егерде қиярларыңыз үлкендеу болса, сіздер ортасынан бөліп салсаңыздар болады. Менің қиярларым шағын болғандықтан, мен ортасын бөлмей осындай домалақ күйінде салып шықтым. Яғни біз салатымызды жақсылап араластырамыз, астынан үстіне қарай. Яғни қиярларымыз осындай помидордың соңына батып тұруы қажет. Бетін жауып, жарты сағатқа қайнатып қоямыз. Жарты сағатқа қалдырамыз, жай отта. Арасында осылай ашып мен араластырып алдым, өткені менің салатым көп болғандықтан астына тимей қалып, жабысып қалуы мүмкін деп қорықтым. Сол себепті сіздер кішкентайып жасасаңыздар, жарты сағатқа дейін ашпағандарыңыз абзал. Міне осындай әдемі түс берді бізге, тәбетті ашарлықтай. Біздің салатымыз жарты сағат қайнады. Енді осының үстіне ет тартқыштан тартылған, яғни сарымсағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Яғни сіздер сарымсақты қолмен майдалап турасаңыздар да болады қыздар. Осылай араластырып аламыз. Енді осының үстіне біз татымына қарай тұз, қанттарымызды салып шығамыз. Мен осы салатқа 3 ас, әркім өзінің салаттың татымына қарай салады. Яғни біреуі қантты жақсы көреді, біреуі қантты жақсы көрмейді. Сол себепті дәл мен айтқандай салмаңыздар. Өздеріңіз 2 ас қасық тұз бен 2 ас қасық қант салып, қайнатып, дәміне қарай салсаңыздар да болады. Егерде тұзы кемдеу десеңіздер, тағы да салсаңыздар болады үстінен. Жарты ас қасық немесе 1 ас қасық. Енді өздеріңіздің татымдарыңызға қарай саласыздар қыздар. Енді жақсылап араластырамыз, түбіне дейін араластырамыз қыздар. Өйткені біздің салатымыз уже көп болды, яғни қоспалары көп болғандықтан түбіне біздің ожауымыз, қалағымыз бармауы мүмкін, жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан түбіне дейін жақсылап араластырыңыздар. Енді қалауларыңызша мен лабыр жапырағын салдым және 5-6 дана қара түйір бұрышымды салдым. Егер сіздер салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Енді ол да өз қалауларыңызша. Мен салаттарым дайын болған кезде, банкаға құяр кезде мен лабыр жапырақтарын алып тастадым. Бізге только дәм беру үшін ғана салып шықтым.
Міне жақсылап араластырамыз. Енді осыны бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. Қыздар, міне біздің салатымыз қайнап дайын болды. Енді мен осындай 70% сірке суын қостым. Яғни сіздің сірке суыңыз burada маңызды, яғни сұрау өтіп кетпеген болуы қажет. Мен 2 ас қасық қосып шықтым. Осы сірке суын қосқаннан кейін міндетті түрде қыздар 5-10 минут қайнатып алыңыздар. Содан кейін отты бірден өшіріп, парлап қойған банкілеріңізге құя берсеңіздер болады. Каналым ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий бөліміне пікіріңізді қалдырып, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Жаңа көрермендерім болса, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Міне қыздар, біздің салатымыз дайын. Мен оттан алдым, осылай бір араластырып алып, осылай парланған менде 4 банка, бірақ менде 3 банкіге шықты. Яғни мен 1 банкіге құятын едім салаттарды, қыздар, білесіздер. Менде 1 литр банкі таусылып қалғандықтан, осындай 2 литр банкіге құйып шықтым. 2 литр банкіден менде 3 банкі шықты. Яғни 6 литр салатым шықты. Сіздер сияқты ожауының көмегімен құйсаңыздар болады, қыздар. Егерде бұл сіздерге қиындық тудырса, воронканың көмегімен құйып шықсаңыздар болады. Салаттарыңызды міндетті түрде ыстықтай құйыңыздар, қыздар, егерде банкыны қысқа сақтайтын болсаңыздар. Қорықпаңыздар, дәл мен сияқты жасасаңыздар, сіздердің банкыларыңыз атылмайды, ашымайды, және қыста нанға жағып жегенге өте жақсы салат. Егерде қазақша каналының дамуына аз да болса өз үлесімді қосам десеңіз, менің каналыма жазылып, лайк басып, подписация батырмасын басып, пікір қалдырып, комментарий бөліміне және қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Және де мен басқа да салаттардың рецептімен міндетті түрде бөлісетін боламын. Міне біз 3 литр банкіге осылай құйып алдық. Енді қайнатып алған банкімізді жауып, осындай банкі жабатын құрылғымен банкыларымыздың барлығын жауып шығамыз. Осы жабылған банкымызды енді жылы жерге орап, одеялмен немесе көрпемен жауып тастап, 2-3 күнге қалдырасыз. 2-3 күннен кейін банкымыздың барлығын оңғаратып, салқын жерге немесе қараңғы бөлмеге сақтайсыздар, қыздар. Міне біздің банкымыз осылай жабылды. Енді әрі-бері дөңгелетіп салатымызды, банкі дұрыс жабылды ма, соны тексеріп аламыз. Міне біздің салаттарымыз осылай болды. Өте керемет. Сіздермен болған Кәмшат. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.